Сәлем талапкер. Ең алдымен мен сені құттықтағым келіп отыр. Осы тегін сабақты алып ашып қарап отырғаныңның өзі ұбт информатикадан 45 балл жинаймын деген ниетіңе жасап жатқан үлкен бірінші қадамың. Бұл видеода не болады? Бұл видеода мен саған ең бірінші информатиканың не екенін қарапайым тілмен түсіндіріп беретін боламын. Одан кейін менің айтүлек курсымның екі тақырыбы. Біріншісі хартілі формуласы, екіншісі ақпараттық бірліктер. Осы екі тақырыпты мен саған оп-оңай, түсінікті адами тілде айтып беретін боламын. Одан кейін әрі қарай сен грантқа түсу мүмкіндігіңді слифтарға сен тәуекел етесің бе, немесе дайын барлық кітаптардан жиналған адами тілде түсіндірілген курспен дайындаласың ба, әрі қарай өз еркіңде. Менің есімім Жангелді Байышев және мен информатикадан ұбт-ға дайындайтын мұғаліммін және MUIT-тың студенті. Мен осы информатика әлемінде жүргеніне 5 жыл уақыт болды. Және де осы 5 жылдық білімнің барлығын жинап, информатикадан ұбт-ға дайындайтын айтүлек курсын жасап шығардым. Давайте ең бірінші информатика ол не? Осы сұраққа жауап берейікші. Мысалға биология. Биология барлығымыз білеміз, адамдарды, табиғатты, жануарларды зерттейді. Ал информатика болатын болса, ол компьютерге қатысы бар барлық заттарды зерттейтін ғылым, яғни жаңа технологиялық ғылым. Информатика біздің күнделікті өмірде кездеседі. Мүмкін сен байқамай жатсың. Даже қарап отырған видеоның өзі бұл информатика ғылымының арқасы. Қолыңдағы телефон байланысып тұрған интернет. Осы екеуі информатиканың арқасы. Даже если айдалада отырмын десең, саған информатиканың қатысы бар. Неге? Себебі космостан қарап тұрған спутник. Яғни спутник әрине ол информатика ғылымының арқасы. То есть айтишниктер жасап шығарған. Мына сендер болашақ мамандар сияқты. Сондықтан сен осы мамандықты таңдау арқылы тек қана программист емес, әлемнің болашағы тікелей байланысты болып тұрған мамандықты таңдап жатқаныңды біл. Программист болам деген үлкен арманыңа жасайтын алғашқы қадамы осы информатика курсынан басталады. Мектепте информатика болғанымен, сен білесің өзің, информатикада тамақ жеп қашып кететінің, немесе ұйықтап жататының, немесе контр ойнап отыратыныңды есіңе түсірсең, осы информатика ұбт курсы алғашқы қадамың екенін түсінесің өзің. Дәл осы курсты сен сияқты, бірақ 4 жыл бұрын информатиканы түсінбей, сұрайтын адам таппай, кодты қайда жазу керектігін білмеген адам жасап шығарды. Ол мен. Мен де дәл сен сияқты 4 жыл бұрын қиналдым. Информатика мен үшін қиын, өте түсініксіз және теориялары адам түсінбейтін тілде жазылған сияқты болып көрінді. Бірақ 4 жылдың ішінде информатика керісінше өте оңай және де өте қызықты пәндердің бірі екеніне көзім жетті. Тақырыптардың ақпараттарын тек қана кітаптардан ғана көшіріп қоймай, оның қастарына сендер түсінетіндей күнделікті өмірдегі мысалдармен түсіндіріп жасадым. Оның барлығы екі зат үшін. Ең бірінші, сендер грантқа түсіп, мықты программист болуларың үшін. Екінші, сендердің сол программист болуларың арқылы менің Қазақстанның IT саласына қосқым келген үлесім үшін. Ал енді кеттік сабағымызды бастайық. Біздің екі тақырып бүгінгі ақпараттың өлшем бірліктері және хартілі формуласы. Ең бірінші көрейік, ақпарат дегеніміз не? Ақпарат дегеніміз жалпы ол сенің досыңа жіберетін фотоң, видеоң, аудио және мәтін, яғни сообщение. Осының барлығы ақпаратқа жатады. Яғни осы ақпараттарды өлшеуге болады екен. Мысалға алатын болса, ұзындық, салмақ, оларды біз өлшей аламыз да, және сонымен қатар оның өлшем бірліктерін білеміз. Мысалға ұзындықтығы миллиметр, сантиметр, метр, километр, ал салмақтығы ол миллиграмм, грамм, килограмм, тонна деген сияқты өлшем бірліктері бар. Дәл сол сияқты ақпараттың да өлшем бірліктері бар. Мына жерде ең кіші екі өлшем бірлігі көрсетілген. Ең кішісі бит болады барлығынан, және байт. Байт тек қана биттен үлкен болып келеді. Айтып өтетін зат, компьютер барлық ақпараттарды дәл сол қалпында көрмейді. Яғни видео болса, ол видео ретінде қабылдамайды. Оның барлығын ол мынандай цифр, яғни 0 және 1 цифрлар ғана арқылы көреді, оқиды және жазады. Яғни компьютер бізде тек қана 0 және 1 цифрлармен ғана жұмыс жасайды. Мысалға 0 бізде жоқ дегенді білдіреді, ал 1 бар дегенді, яғни сигнал бар, ақиқат деген сияқты сөздерді білдіреді.
Және компьютер былай айтқанда ол ешқандай білмеймін, ойланып көремін, потом айтам деген сияқты жауаптар бермейді. Ол айтқанда четкий, ровный пацан. Яғни ол немесе я, либо жоқ деп жауап береді. Жаңа айттым, компьютер ешқандай ақпаратты дәл сол қалпында оқымайды. Ол тек қана 0 және 1 сандары арқылы оқи алады. Ал адам оны фото ретінде көретін болса, мына мысалда компьютер оны мынандай бір цифрлар ретінде көреді. Одан кейін бит. Бит бізде ақпараттың екілік бірлігі. Яғни бит сөзі қайдан шықты? Бит сөзі ағылшын тіліне аударғанда binary digit деген сөзден шыққан. Бит деген бізде ақпараттық өлшем бірліктің ең кіші бірлігі болып саналады. Одан кейін қарай қандай басқа өлшем бірліктер бар екен? Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт және йоттабайт болып табылады. Және мына жерде олардың қысқаша жазылулары көрсетілген. Яғни, то есть т-байт деп келетін болса, оның шошып қажет жоқ, ол значит ол терабайт деген сөзді білдіреді. Немесе оны т-б деп те бере аламыз. Енді осы пирамида арқылы давайте мынаны жаттап алайық. Ақпараттың өлшем бірліктерінің бірінші өлшем бірліктен екінші өлшем бірлікке ауыстыру. Мына жерде көріп тұрмыз. Астында ең үлкені және үстінде ең кішісі бит жазылып тұр. Яғни, үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке ауыстыру үшін көбейту таңбасын қолданамыз. Оны былай жаттауға болады. Мысалы, пирамида. Пирамида сенің алдыңда тұрса, оның төбесіне шығу үшін саған не керек? Әрине, күш керек. Күшті саған көбейту керек болады. То есть шыққан сайын саған қиындайды және көбейту керек. Сонда үлкен өлшем бірліктен кіші өлшем бірлікке ауыстыру үшін біз көбейту таңбасын қолданамыз. Ал керісінше енді елестетейік, пирамиданың үстіне шықтың, енді күшің жоқ, әлсіредіңді пирамидадан әлсіреп түсесің. Яғни сенің күшің бөлінеді түскен сайын. Сонда йоттабайттан битке дейін ауыстыру үшін көбейту таңбалары, ал керісінше кішіден үлкенге ауыстыру үшін біз бөлу таңбасын қолданамыз. Бірақ мына жерде 1024 және 8 деген сандар тұр. Олар мынаны білдіреді. Йоттабайттан байтқа дейін ауыстырған кезде, яғни осылардың арасындағы өлшем бірліктер бір-біріне ауыстыру үшін 1024 санын қолданамыз. Ал тек қана байт пен биттің арасында 8 ғана саны жүреді. Себебі 8 бит бізде 1 байтқа тең. Мысалға, байттан битке ауыстыру үшін біз не істейміз? 8-ге көбейтеміз. Ал гигабайттан терабайтқа ауыстыру үшін біз 1024-ке бөлеміз. Символ. Символ бізде әріп, цифр және тыныс белгілері сонымен қатар компьютер үшін бос орында жатады. Мысалға алатын болсақ, ақпарат сөзі 7 байтты құрайды дейді. Санасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни, қарасақ бұл жерде 7 символ, емді жер жазылыптыр 7 байт. Бұл дегеніміз 1 байт 1 символға тең. Яғни, сәйкесінше 8 битке тең болады 1 символ. Міне 1 әріпіміз, яғни 1 символымыз бізде 1 байтқа тең. Мына жерде мысалы инфо плюс сөзінде неше бит, символ немесе байт бар. Видеоны паузаға қойып есептеп ал. Ал біз әрі қарай кеттік. Инфо плюс сөзінде 72 бит, 9 байт, 9 символ бар дейді. Санап көрейік. 9 символ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Адамға қарайтын болсақ, адам тілінде бұл жерде 8 символ бар, бірақ компьютерде жаңа айттық, символ деп бос орында саналады. Яғни екеуінің арасында бос орын бар, бұл 1 символ. Сәйкесінше 9 символ, 9 байт және оны 8-ге көбейтеміз. 72 бит бар. Әрі қарай кеттік. Енді бізде ақпараттың не екенін білеміз, ақпараттың өлшем бірліктерін білеміз. Енді ақпарат жалпы не үшін керек? Ақпарат бір жерден екінші жерге, то есть бір адамнан екінші адамға жіберу үшін қажет. Яғни жіберген кезде қозғалыс бар жерде жылдамдық та бар. Осы ақпараттардың қозғалу жылдамдығын біз бот деп атаймыз. Бот. Ол сенің досың емес, бот деген ол жылдамдық. Бот бізде байланыс арналарының ақпарат тасымалдау жылдамдығының өлшем бірлігі. Оның өлшем бірлігі қараймыз. Боттың өлшем бірлігі бит бөлінген секунд. Жаттап аламыз. Яғни бұның анықтамасы 1 секундта жөнелтілетін сигналдық элементтер мөлшермен анықталады. Мысалға, давайте
ботқа қатысты есеп шығарып көрейік. Мысалы 120 мегабайт ақпаратты 8 минутта тасымалдау жылдамдығын есептеп көрейік. Сен әрине видеоны паузаға қойып есептеп көруіңе болады, ал біз әрі қарай шығара береміз. Яғни бізде бірінші компьютер бар, екінші компьютер бар. Бірінші компьютерде 120 мегабайт болатын папка бар деп елестетейік, және оны екінші компьютерге 8 минутта жіберілген. Яғни мынаның жылдамдығын есептеу керек. Ең бірінші 120 мегабайтты не істейміз? Битке айналдырып аламыз. Яғни жаңа айттым, мегабайттан кіші өлшемділікке ауыстыру үшін біз көбейту таңбасын қолданамыз. Мегабайттан килобайтқа ауыстырамыз, килобайттан байтқа, байттан битке ауыстырамыз. Яғни 1024-ке көбейтеміз, 1024-ке көбейтеміз, тағы да ең соңғысын қараймыз. Байттан битке ауыстыру үшін 8-ге көбейттік. Сонда бізде осындай бит болып шықты. Одан кейін 8 минутты есептеп алайық. 8 минут бізде ол 60-қа көбейтеміз, қарапайым 480 секунд. Енді бізде бит бар, секунд бар, ботты табу керек. Әрине битті секундқа бөле саламыз просто. Бөлген кезде ең соңында жауабы бізде 2.097.152 бот болады. Өздерің есептеп көрсеңдер болады. Дәл осындай жауап. Әрі қарай енді біз символмен таныстық, ақпараттың түрлерімен таныстық, және осы символдар енді жиналатын алфавит бар. Алфавит бізде ол әріптер, таңбалар, цифрлар және жақшалар және басқа таңбалардың жиынтығы. Білесіңдер өздерің алфавиттің не екенді. Енді осы компьютер информатикада алфавиттің қуаттылығы деген ұғым бар. Яғни алфавиттің қуаттылығы дегеніміз ол алфавитте қолданылатын символдардың саны. Мысалы, қазақ алфавитінің қуаттылығы неше екен? 42. То есть бізде 42 әріп бар, 42 ол алфавиттің қуаттылығы. Бұл орыс алфавитінің қуаттылығы, мұнау ағылшын алфавитінің қуаттылығы, ал мұнау бізде компьютер алфавитінің қуаттылығы. Бұл жерде 2, яғни 0 и 1 ғана бар. Сондықтан қуаттылық 2-ге тең болады, және ол үлкен N әріпмен белгіленеді. Бұл Хартли формуласы америкалық ғалым, инженер Ральф Хартли алғашқы бір ғылымдардың бірі болып саналады. Ол ақпарат өлшемін табуға тырысып, 1928 жылы ақпараттың жалпы санын есептейтін формуланы ашқан. Яғни бұл формуланы мынандай қылып бекіткен. Яғни n тең 2-ның i дәрежесі. Бұл осыны біз Хартли формуласы, яғни алфавиттің қуаттылығын анықтайтын формула деп жаттаймыз. Бұл ұбт-да міндетті түрде келеді. Енді бұл жердегі n деген білеміз, бұл алфавиттің символдар саны, яғни алфавиттің қуаттылығы. Ал мына жердегі кішкентай i, сол алфавиттегі символдың салмағы. Мысалға, әр алфавиттегі әр символдың өзінің салмағы болады. Енді осы Хартли формуласын кеттік жаңадан танысқан компьютердің алфавиті арқылы тексеріп көрейік. Бізде Хартли формуласы білеміз, ол жерде жаңа айттым. Компьютер алфавиттегі символдардың саны бар, және әр символдың салмағы бар. Осы формула арқылы біз компьютердің алфавитінің символдардың салмағын тексереміз. Хартли формуласын жазамыз. n тең 2-ның i дәрежесі. n бізде белгілі, то есть компьютер алфавитінде 2 ғана символ бар. n 2-ге тең болса, онда i 1-ге тең болады. То есть 2-ның i дәрежесі 2-ге тең. Яғни 2-ның 1 дәрежесі ғана 2-ге тең болады. Сонда i деген ол бізде компьютер алфавитінің символдарының салмағы. То есть 0 мен 1-дің салмақтары 1 болады. Ал бізде 0 мен 1 бұл компьютер алфавитіндегі символ. Мәтіндегі ақпарат көлемі. Бізде екінші ұғым бар, осындай мәтіндегі ақпарат. Жаңа біздің есептегеніміз ол алфавиттің қуаттылығы, ал мынау мәтіндегі, то есть сол алфавиттегі символдар жинап біз мәтін жасаймыз ғой, сол мәтіннің көлемі болып саналады. Бұның формуласы үлкен i тең болады k көбейтілген кішкентай i. Мына жердегі бізге таныс тек қана кішкентай i. Ол бізде қолданылып жатырған алфавиттегі бір символдың салмағы болып саналады. К мәтіндегі символдар саны, то есть біздің қолданылып жатырған мәтінде неше символ бар, бұл К соған тең болады. То есть мәтіндегі символдар санын олардың салмағына көбейтсек, бізде ақпараттың көлемі шығады.
хабардың ұзындығы, яғни хабарды жазу үшін пайдаланылған символдар саны хабардың ақпараттық көлемі деп аталады. Яғни бұл жаңа біздің хабардағы ақпараттық көлемнің анықтамасы болып саналады. Хабардың ақпараттық көлемі бит немесе байт ұзындығымен өлшенеді. Мысалы есеп, әрбір символ бір байтпен кодталады деп есептеп, мына сөйлемдердің ақпараттық көлемін есептеңдер. Алтын күн аспаны, алтын даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Бұл қарапайым мәтін болғанмен бәрі өлеңдетіп айтасың да. Осы сөйлемді есептейік дейді. Біз бұл жерде паузаға қойып өзің есептесең болады, немесе қарап отырсаң болады. Бізде бар ақпараттар ай 1-ге тең, 1 байтқа тең. То есть, мына жерде мысалы есепте беріліп тұр. 1 байтпен кодталады, то есть, әр символ 1 байтқа тең. Ай 1 байтқа тең. Яғни мынаны есептеп шықсақ, 67 символ бар екен. Бұның ішінде тыныс белгілері бар және бос орындармен бірге есептегенде. Әр қарай бізде табу керек үлкен айды. Үлкен айды білеміз, ол ақпараттың көлемі. То есть, мына жерге формуласын жазып аламыз, к көбейтілген кіші ай. Әр қарай осы формула бойынша просто орнына қоямыз. Енді бұл математиканың 7-ші классында шығарылатын математикалық амал. 67-ні 1 байтқа көбейтеміз, бірақ 1 байтқа көбейтпес бұрын біз оны битке айналдырып аламыз. 1 байтта 8 бит бар, яғни 67-ні 8-ге көбейтеміз. Сонда 536 бит ақпаратты құрайды екен. Мына мәтіннің ақпараттық көлемі 536 бит. Тағы бір мысал есеп. Қараймыз, сәл күрделілеу. Енді бұл жерде хабарлама 3 биттен тұрады. Әр бетте 25 жол бар, әр жолда 60 символ жазылған дейді. Хабарламадағы барлық ақпарат көлемі 1125 байт болса, қолданылған алфавитте қанша түрлі символ бар екенін анықтаңдар. Біз ең бірінші жалпы осы барлық беттегі символдардың санын тауып алу керек. 3 бетте 25 жол, 25 жолда 60 символ болатын болса, үшеуін көбейтеміз, сонда 4500 байт болады. Және бізде белгілі хабарламадағы барлық ақпараттың көлемі белгілі екен, үлкен ай белгілі 1125 байт. Бізге табу керек, қараймыз, осы қолданылған символдардың алфавитінің қуаттылығы, яғни алфавитте қанша түрлі символ бар. Табу керек n. Енді бізге мына 3 формула керек болады. n тең 2-ның ай дәрежесі. Одан кейін үлкен ай тең болады k-ның кіші айға көбейтіндісі. Осыдан нені аламыз біз? Кіші ай тең болады үлкен айды k-ға бөлгенде. Мына жерде біз үлкен n-ді тауып алайық. Ең бірінші ай неге тең болады? Ай бізде үлкен айды k-ға бөлгенге тең болады. То есть, мына 1125-ті, мына 3, 25, 60-тардың көбейтіндісіне тең болады. То есть 9000-ді 4500-ге бөлеміз. Сонда бізде 2 битке тең болады. 2 битті апарамыз да Хартли формуласына қоямыз. Мына жерде n тең 2-ның ай дәрежесі емес, уже 2-ның 2 дәрежесі. Сонда бізде n 4-ке тең болады. Жауабы 4 түрлі символ бар екен алфавитімізде. Енді соңында просто кетпейміз, үйге тапсырма. Яғни өздерің өз беттеріңше шығарып көріңдер. Алфавит қуаттылығы 32 символ, ақпарат көлемі 2,5 килобайт болатын болса, мәтінде қанша символ бар. Осымен тегін сабақ аяқталды. Сен бір тегін сабақтың арқасында 2 тақырыпты оңай түсініп алдың. Және де дәл осындай қарқынмен дайындаламын десең, сені курста 60 сабақ және 150-ден астам практикалық есептер күтіп тұр. Сонымен қатар сенде өзің сияқты талпынып жүрген болашақ программисттердің ортақ чаты болады. Одан кейін 24/7 жауап беретін куратор болады. Осыдан кейін болды курсқа қатысамын десең, мына дайректке және де мына WhatsApp номерге грантқа түсемін деп жаз. Егер сен курсқа уже дайынмын, бірақ проблема ақшада десең, мен саған осы жерден бірнеше шешімін айтып берейін. Ең бірінші ол сенің ата-анаң, яғни сен ата-анаңа барып просто маған ақша бер, курсқа қатысамын деп айтпайсың. Ең бірінші сен программист болғың келетін есіңе түсір, одан кейін грантқа түссең, сені не күтіп тұрғанын есіңе түсіру керек. Яғни сен грантқа түсетін болсаң, сен оқуға 5 миллион, яғни 4 жылда шамамен 5 миллион ақша төлемейсің.
Вот это поворот! Және сенде 4 жылда стипендия алатын мүмкіндік болады. Ол 4 жылда сен примерно 2 миллион теңге аласың, яғни айына 36 мың теңге стипендия. Одан бөлек грантқа түсу үшін осы курстың саған қандай маңызды екенін жеткізу керексің. Екіншісі сол ағаларыңнан немесе жезде апаларыңнан қарызға ақша сұрау. Оны қалай қайтарамын десең, менде саған екі шешім бар. Біріншісі, осы курсты аяқтағаннан кейін менде вакансиялар бар. Және осы курспен информатикаға дайындалып 45-тен 45 балл алған оқушыға менен 45 мың теңге сыйлық. Көп оқушылар ата-аналармен ғана шектеліп қалады. Яғни ата-аналар ақша бермесе, немесе ақша беруге жағдай болмаса, болды, мен қатыспаймын деп қалады. Өзінің ішіндегі ынтасын басып тастайды. Сендермен біз уже ересек адамдармыз. Келесі жылы университетке түсесіңдер, яғни студент боласыңдар. Әр адам осы сәттен бастап өзіне деген жауапкершілікті алып бастау керек. Сондықтан біреуден қарызға ала тұрып, ертең жаздың соңына дейін қайтарып тастайтын мүмкіндікті қолдансаң болады. Осымен болды. Осы тегін сабақта ізденіп тауып алған мына саған деген грантқа түсіп кетуіңе сенімім бол. Және мен сені өзімнің курсымда күтемін.